Сау саламатсыздар ма, қымбаттыларым? Күнделікті Құран-ы Кәрімнен үзінді оқиық. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Аққақ сүресі 503 бет. Адамдар жиналған кезде оларға табынғандары дұшпан болып, олардың өздеріне құлшылық қылғандықтарына қарсы шығады. Оларға ап-ашық аяттарымыз оқылған кезде сондай өздеріне келген шындыққа қарсы болғандар. Мынау ашық бір сиқыр дейді, немесе олар оны өзі жасады дейді ме? Мұхаммед ғалейхиссалам, мүбәда өзім жасаған болсам, сонда мені Алладан еш қорғай алмайсыңдар. Алла ол жөнінде не көкігендеріңді жақсы біледі. Сондай-ақ ол мен сендердің арамызға куәлік жетіп асады, және ол тым жарылқаушы, ерекше мейірімді де. Мұхаммед ғалейхиссалам оларға: мен елшілердің тұңғышы емеспін, сондай-ақ маған әрі сендерге не істелетіндерін де білмеймін, өзіме уахи етілгенге ғана ілесемін, және ашық бір ескертуші ғанамын де. Мұхаммед ғалейхиссалам оларға: көрдіңдер ме? Егер де Құран Алланың қасынан болып, сендер оған қарсы болсаңдар, сондай-ақ Израиль ұрпақтарынан бір куә осы сияқты Тәуратқа куә болып, кейін иман келтірсе де, сендер менменсеңдер, күдіксіз Алла залым елді тура жолға салмайды. Сондай қарсы келгендер иман келтіргендер үшін, егер бұл дінде игілік болса еді, олар бізден озбас еді, алдымен біз мұсылман болар едік дейді. Онымен де тура жол таппағандықтан бұл көне бір өтірік деседі. Құраннан бұрын жолбасшы әрі игілік түрінде Мұса ғалейхиссаламның кітабы бар еді. Міне осы Құран зұлымдық қылғандарға ескерту, жақсылық істеушілерді қуанту үшін араб тіліндегі растаушы бір кітап. Күдіксіз сондай Раббымыз Алла деп, сосын тұп-тура кеткендер, оларға қауіп қатер жоқ, әрі олар күйінбейді. Міне осылар жанаттық ғамалдардың бодауы түрінде онда мәңгі қалады. Құран-ы Кәрімнен үзінді оқыдық. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Ахқаб сүресі 503 бет. Негізі күнделікті Құран-ы Кәрімнен үзінді оқып отыру керек деді. Егер де сіздерде осындай Құран-ы Кәрім болатын болса, күніне оқып отыруларыңызға болады. Егер де Құран-ы Кәрім кітабы болмаса, онда тыңдап сауап алударыңызға да болады. Сауабы сіздер мен біздерге болсын. Сау саламатта болыңыздар.